ақпақұлаққа айтсаң ағып кетеді дейді ғой, құймақұлаққа айтсаң құйып алады дейді. Құймақұлақтардың қатарынан болмай тұрғаннан кейін ақпақұлақтығыңды осылай кішкене білмеймін енді бір. Сол ғой Диана ханым, бұрындары аталарым айтады, ана тілі майда адамдармен аулақ бол деп бар ғой. Соны ескермегеніме қазір өкініп отырмын ғой мен. Тілі аталарың жақсы айтады екен жалпы негізі. Бірақ мен саған былай деп айтайын. Ернұр көкемін деп жүретін адамсың ғой, бірақ мына әңгімелерің вообще көкелікке дым сай емес. Жігіттер, қазір бір-бірлеріңізді тілдеуден бұрын мен әлі өз сұрағыма жауап ала алмадым. Ұрыс керістеріңіздің жалпы негізгі себебі неден туындады, неден басталды? Негізі не үшін? Өйткені мен білемін, сіздер өте жақсы араласып жүрген жолдастар едіңіздер. Бұлай болды, басында енді дос ретінде түртіп кетіп, шығып кетіп, ойнаулар болды. Сондайлар болды. Последнийінде сондай болды, мен күрескенде жақынмын ғой өзім. Біраз күресе кеттім, сол кезде бетте бізде грим жасалады ғой. Иә. Вот сол тиіп кетті киіміне. Киіміне тиіп кетті. Киімге жұғып кетеді. Иә, вот. Жуасың дейді да. Мен бұны жынды қылып тұрмын да енді. Жумайым, ал не істейсің деген. Қалжың ретінде? Басында солай басталған. Деріске шығарсың сен жынды қылыратын бұл жерде. Адам ашуланып тұрған кезде сен жынды қылыратындай кімсің? Мен жынды қылыратындай кімсің конкретно? Тыңдамаған сөз жетін дейді. Сондайдан сөзің жетін бола берсін. Көрген қатысушылар бар ма, Шерхан? Айтайыншы, мына екі жігіт екеуің де ересек адамсыңдар да, просто мына өздерінің жасап отқан майда әрекеттеріңе еще мойындамай отырсыңдар, әлі күнге дейін ерексіп отырсыңдар да. Енді шықты екен деп, бастапқы түйіні осы түртіп кету деген болатын болса, онда өте майда. Осының кесірінен бір жерде отырғаннан кейін бәрібір мойындап, бір-біріңмен құшақтасып, бауыр ретінде кешірім сұраудың орнына сендер әлі до конца барып жатсыңдар да. Бір үлкен проблема болса түсінетінем, бірақ мынандай нәрсеге болады, әлі күнге дейін бір-біріңе намыстарыңа тиіп отқандарың дұрыс емес жігіттер. Жоқ, сөздерің өте орынды ғой, бірақ Шерхан мынандай мәселеде, я сен біреумен, Данияр сенен үлкен мысалы, мысал ретінде келтіріп айтайық, Данияр сенен үлкен, екеуің шығып кетіп, былай қалжыңдасып, ойнасып жүрдіңдер да, бірақ бір күні сондай біздікіндей ситуация болып қалды, сен ашуың келіп кетті да, мысалы, или Даниярдың ашуы келіп кетті. Саған қойсайшы деп ескерткен кезде, сен қоймайме деп тұрсам, сенің де ашуыңа, намысыңа тиеді, ол нәрсе түсініп тұрсың ба? Сондай бір жігіттілік, бір кішкене сәл түсініспеушіліктер болмады емес, болды. Әйтпесем оны бір майда дүниеге теңеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Вот біз сондай нәрсені біз біраз күнге дейін созбай өзіміз кешірім сұрап бір-бірімізден шешіп тастаймыз да, негізі жігіт ретінде ше. Сендер эфирде де отырып алып, қазір бір-бірің намысыңа тиіп, майда тістеп сөйлеп, намыстарыңа тиіп жатсыңдар жігіттер. Нұрдәулет, Ізбасар мырза. Негізі Диана ханым, әңгіме былай ғой, мен екеуінен сұрайын деп едім. Екеуің бір болмайтын бір ана жерде бір текетірес ойын, ондай ойын кімде болмай жатыр, бәрінде болып жатыр да. Мен екеуін өшім түсінбедім да. Енді мынандай қара, біреумен грим тек кетті, анау тек кетті, мынау тек кетті деп жатсыңдар. Негізінде бұл екеуіңнің ойындарың бір о баста бір басқаша, бір тағы да бір түйткілге бір сай келіп тұр да, бір екеуің ол нәрсеге ғана ерескен жоқсың. О бастан бір бұрынғы кездер бір нәрселер бір екеуің жақтардан бір өсек па, бір-біріңе деген провокация берілген. Соны екеуің бір-бірінің бетлеріңе айта алмай жүрсіңдер да. Сол жағын ашып көріңдерші. Кім кінәлі, Ізбасар мырза? Бұл жерде кінәлі негізінде мен сыртта облыс бұл жерде Әсел екеуміз тұрған кезде екеуі бүйтіп ойнап тұрды. Бір кезде Ернұр алды да бүйтіп басымен үйзеп бетінің бәрін жауып, ана жақта грим дейді, ана жақта киімге тиген грим бар. Сонымен мен оны есептеп отқан жоқ, ол бір мелочь нәрсе де есептеледі. Ал до этого негізінде басқа күннің алдың күндерінде екеуінде бір не болған. Бір текетірес нәрсе или болмаса сырт жақтан екеуіне провокация берілген бір-біріне деген. Сен осы нәрсені шешіп алыңдаршы екеуің қазір. Егер анық жігіт болсаңдар екеуің осы нәрсені қазір бетін ашыңдаршы. Шешіп алғанда, Ізбасар, мысалы, сен де жігітсің. Мына жерде отқан жігіттердің кез келгенінің Диана ханым бір араласып жүрген адаммен бір сәл келіспеушіліктер болып қалып жатса, оның барлығы бүйтіп жайып, бүйтіп өтірнектесіне дейін айта бермейсің ғой. Сыр деген нәрсе болады, екі ара шешіп алатын мәселелер болады деген сияқты. Енді бұл жігіт жаңа Шерхан айтып жатыр да, өздерің сыртта шешіп алуларың керек деп. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Бұл кішкене құрметтілігін көрсетсе, мен де ізеттілігімді көрсетіп шешіп алуға болатын еді. Бірақ бұл ешқандай құрметтілігін көрсеткен жоқ, түсініп тұрсың ба? Мен екеуіңе бір риза болмаған, мен бір риза болмаған екеуің бағана сыртта жаңа камера деп айтып жатсыздар ғой. Ол жерде камерасы менің көзімде болған. Екеуің кәдімгі ана суық қару алып жүгіргендеріңе мен дән риза болмадым екеуің. Шыны керек бар ғой. Мына жерде екеуің бір-бірлерін қатты түсірдіңдер. Мысалға кәдімгі ашумен кеткен нәрсе де оның өзі. Ізбасар сен қатты қателеспедің. Ондай мүлде болған жоқ, ондай неге алып кетпе. Мен машинаға барғанымда просто киімімді ауыстырып алайыншы дедім да, қоймай қойден төбелесек төбелесіп алайық дедім, киімдерің бәрі бұрылғанбасын деп. Жұмыс киім деген сияқты машинамда жүреді мен. Киімді ауыстырып осы жерде шешіп алайық деп ойладым. Жұмыс киім бе әлде төбелес киім бе?
тренировкаға кету киім ғой, жоқ, спортивный. Диана ханым, мен қазір бәрі жаман ойлап қалып жүрмесін, ол суыққа ізбасарға өйтіп үлкен қылып айтпай ақ қой, тас та просто тасты меңзеп тұрған екен ғой құдай, ай. суық қару деп айтып жатыр, ол дұрыс емес. Халықтың қазір қаншама халық не ойлап қалатынын білмейміз. Сол себептен өйтіп үлкен салқын қару деп айтайық. Мынандай ғой Диана ханым, бұл жерде жалпақ тілмен айтқан кезде анау бір тас алып жүгірем деді да, мынау барып та оның машинасын таспен ұрам деген сияқты ма? Енді болады ғой бір жабайы төбелес деген. Сендер өздерің қазір әңгімені майдағы жіберіңдер. Енді егер ол болған жағдай болса, онда демек сіздердің іс-әрекеттеріңізден туындаған әңгіме ғой бұның барлығы. Енді. Иә, Диана ханым, мен айтсам бола ма осы жерде? Хадиша? Мен де байқадым оны. Негізі ойыннан бастаған нәрсе, сол ойыннан от шықты да. Білмеймін, сіз ержігіт мырза, сіз түймедей нәрсені түйедей отырсыз. Алдында айтты ғой, сіз шал деп, шалдан бетер болып өзіңізді бір жоғары қоясыз да, зачем олай? На то паша шындыққа келетін болсақ, сол кездері достықта жүргенде машинасымен қайтып, машинасымен келіп жүргеніңіз өтірік емес қой. Енді келіп неге шабуыл жасап отырсыз? Хадиша, мына жерде артық кетпей ақ қойшы, Хадиша, өтініш. Ержігіт айтқан кезде, Ернұр кішкене, я хорошо кешірім сұраймын деп айтқан кезде, Ержігіт атылмас па еді оған? Ондай әңгіме болған жоқ емес, негізі болды ғой. Ереке сабыр сақташы дедім мен, осылайынан ереке деп тұр, әлі сыйлап тұрмын дедім да, аузынан қанша боғауыз мен тарапыма шығып жатса да, қой десем қоймады. Кеше вроде успокоился, бүгінге қайтадан тиісіп жатыр да маған. Мына жерде мен айтып жіберейінші, енді екі бауырдың, екі ағайынның, екі қазақтың дәл осылай бір жерде бір нанды бөлісіп жүріп, бұндай араздыққа түсу бір ыңғайсыз болып тұр да. Бірақ енді мына жердегі сіздердің әңгімелеріңіз енді дейді, таудың басы Дайрабайдың көк сиыр дейді, болмайтын бір тональный жұққан, жаңа грим жұққанды әкеп, сіз шамалы кішілігіңіз танытпай жатсыз. Енді бұл жерде кішінің ақылы менен парасат жетпей жатса, сіз үлкендігіңіз танытып. Ортаға шыққаннан бері Ернұр екі-ақ сөз айтты. Сіздің сөздеріңіз кәдімгі осып түсіп жатыр да. Бір сіздің бір нәрсеңізді алып қойғандай, болмаса бізге сізге бір қатты балағат айтқандай. Ол жерде бір ондай дүние болған жоқ қой, қаншама соятындай. Адам өлген жоқ ортада. Айза? Рахмет, негізінде мен ойлаймын да, обычно екі ер азамат не үшін төбелеседі? Бір қыз үшін төбелесетін еді ғой. Бұл жақта екеуі болмайтын бір тональный крем үшін, киімі бүлініп қалған үшін бір-біріне ренжісіп, қол көтеріп, не үшін не істеп отырсыңдар? Очень смешно, өте төмен деңгейде, тем более Ержігіт Хамзат айттыңыз ғой, майда әңгіме. Шынымен де майда әңгіменің барлығын өзіңіз шығарып отырсыз ғой. Тональный кремім жағып кетті, ойбай киім бүлініп қалды деп өзіңіз тиістіңіз ғой Ернұрға, мен көрдім ғой оның барлығын. Жоқ, мына жерде ше сендер отырып алып, кәдімгідей микрофон қолдарыңыз ұстап, бір данасынып, ақыл айтпай қойыңдаршы. Өздерің бастарыңда да неше түрлі майда әңгімелер болған кезде, соны ескермейсіңдер де, сөз тыңда сен бірінші. Сондай нәрсені ескермейсіңдер де, и бізге осындай бір ситуация болып қалған кезде, бұны біз эфирге шығару Ернұр екеуміздің мақсатымыз болған жоқ бұл жерде. Енді солай көрініп қалғаннан кейін бір шешілу мақсатында, бір ортада бір отбасы дегеннен кейін шешілу мақсатында осылай ортаға шығып отырмыз. Енді Ержігіт қараңыздар, егер осы мәселенің ортаға шыққанын сіздер қаламасаңыздар, сіздер ешкім жоқ жерде миллион төбелес болсын, ол сөзбен шешу болсын, барып шешіп алатын едіңіздер. Ал сіздер 3-4 күннен бері біреу түртеді, біреу сөзбен тиісіп кетеді, шешімі жоқ. Шешімі болмағаннан кейін біз сіздерді еріксіз ортаға шығардық. Ертең біреуіңізді жарақаттап тастамасын деп. Өйткені сіздерде 3-4 күн уақыт болды, бірақ қолдарыңыздан келмеді. Неге екені түсініксіз? Мөлдір? Иә, Диана ханым жаңа Айзада айтып отыр, түсініп отырған жоқпын, жігіттер тек қыздар үшін төбелеседі деген қаяқтан шыққан заң ол. Болады ғой, еркектің арасында ондай ұрыс керіс болып отырады. Мына жерде Ержігіт те түсіндіріп айтып отыр ғой, енді үлкендік мына жерде кішкене кішірейіп кешірім сұраған кезде менің ашуым тез басылып қалатын еді дейді. Негізі енді Ержігітті біз білеміз ғой, өте андай ашуланшақ адамда, ал оны кішкене бір-екі алда жүрсең, алданып кешірім өзі одан сайын жағдайын жасап сөйтіп кетеді. Сол кезде Ернұр кішкене бір кішілігіңізді көрсеткен кезде бұндай дау болмас еді. Айжан, Бұлбұл, қайырлы күн. Енді мына ситуацияға қарайтын болсақ, енді жігіттердің арасында қыз балалардың араласып жатқанда дұрыс емес та, бірақ енді екеуің жақсы доссыңдар. Ержігіттің мінезін сен жақсы білесің, иә, Ернұр мысалы. Екеуің мысалы мен де бір киімді мен білдіріп қойса, в наглую жоқ, мен оны жасамаймын, жумаймын деп тұрса, мен де ашуым келеді. Мен оны ол сәтте мен ашуланып тұрған кезде оны қалжыңдап тұрмам, қандай ойым айтып тұрған мен миыма кіріп шықпайтын еді ол моментте. Сондықтан да Ержігіттікі бұл жерде енді білмеймін, ашу дұрыс шығар мүмкін. Бұл айтып жатсың ғой, дос деп. Біз дос емеспіз, жолдаспыз деп айтсақ жарасатын шығар. Өмірде бір-ақ досым. Кім болсаңдар да енді. Өмірде бір-ақ досым бар мен. Айжан, мен де айтқым келеді, енді екі атпалдай азамат бір махаббат үшін, сезім үшін осы жерде ортаға шықса, мүмкін кішкене болсын жарасатын, қисынға келетін беді, бірақ бір болмайтын бір арзан дүние үшін соншама бүкіл халықтың алдында әңгіме айтып, Ернұр сізде бір жас кішімін демейсіз, шынымен де тіліңіз сондай бір өткір, ашты, шынымен де бір мүмкін аға деп еле салуға болатын
ашынбай еді, бірақ сіздің де тіліңізді білемін ғой, сондай бір осып сөйлейсіз да. Сосын ержігіт сізге айтқым келеді, сіз 3-ші маусымнан кейін біздің маусымға жаңадан қатысушы болып келген кезде сондай бір абыроймен келдіңіз да, ержігіт Ханзада деген. Ал қазір сіз күннен күнге түсіп бара жатырсыз. Өйткені сондай бір арзан әңгімелерге көп араласасыз шынымен де. Сіз де бір ағалық пейіліңізді танытып, кішіре жарайды інім қоя салшы десеңіз, мүмкін сізге көбірек жарасатын ба еді деп ойлаймын. Жарайды, менің абыройым түсіп жатқан шығар, иә, бірақ именно маған кеп, именно мен арқылы, мені провокацияға шақыру арқылы осындай кейбір адамдардың іс-әрекеттері жоқ емес та. Содан кейін мен өзім үйсіп көрініп қала беремін. Негізі ержігіт сені біз былайынан көрсек бір сабырлы адам сияқтысың да ше. Шынымен сенен ондай бір ашушаң, барлық жігіттермен ерек шығатын жігіт деп ойламайды сен ешкім ше. Бірақ на самом деле бәлен бар өзіңнен де басталады. Кішкендеп Ернұр кешірім сұрай беретін болса, онда болмай қалады. Ержігіт сен абыройын ол жерде ешқандай түсіп кешір десең, мұнда ондай конфликт болмас па еді. Сен ақылың қажет емес. Сен де қайтпайсың ғой ержігіт мойындасайшы. Тыныш отыра берші. Сен қанша ержігіт берексің осы уақытқа дейін? Айтшы. Ешкімнің абыройы түсіп жатқан жоқ. Ашу кезінде неше түрлі әңгімелер болады деп ойлаймын. Это нормально. Оны өйтіп мынандай нәрсе қылып ержігітті сонша бәріміз өйтіп төмендету керек емес. Диана ханым, мен айта кетейінші, негізінде былай айтқым келеді, өте майда әңгіме. Неге? Өйткені ол жерде мен болдым, көрдім. Екеуі бір-бірімен басында ойнап бастады, бірақ мен сразу айттым, беттеріңізге кірейін, қазір бөлінеді деген кезде екеуіңіз бір-біріңізді жіберген жоқсыздар. Тұрып алдыңыздар. Сосын шешкеннен кейін, бір-біріңіз қол жібергеннен кейін кішкене ойнап тұрдыңыздар да, сразу жоқ. Сен мынаны жуасың деп, мен білмеймін, қыздар өйтіп ұрыспайды ғой, даже еркек адамдардың солай майдаланып жатқаны мен үшін өте төмен. Меруерт, туған күн құтты болсын жаным. Енді осы жерде не байқап отырмыз, шыққаннан бері әлі сізде ержігіт Ханзада сізде бір ыза ашу болып тұр да, кім сөйлесе де жауап тастап. Кейде көп жасағаннан емес, көп көргеннен емес, жаңа не дейді? Көп көргеннен емес, көп жасағаннан да емес, көп көрген адам. Сонымен Тимур мырза кімнен сұраймыз ақылды? Жоқ, кейде көпті көргеннен сұрау керек дейді, көп жасағаннан емес. Кейде 80-дегі қарияның сізге ақыл айтатын, сізге бағыт беретін ақыл болмауы мүмкін. Шерханның сөзінің жаны бар, кейде тыңдасаңыз. Сіз оны сен жап, сен сөйлемей ақ қойшы деп жатсыз. Сондықтан да кейде кішіні де тыңдаған ақылырақ, абзалырақ деп айтқым келеді. Ортаға шыққаннан бері агрессия болып жатыр да, сізде кәдімгі орныңыздан ұшып тұрсыз. Темір болды, сабыр сақта, сабыр. Негізі екеуінің енді бағана бері айтып жатырмыз ғой, біз ойнап қалғаннан бір төбеле шықты деп, араларында ізбасарға мен қосыламын, алдында бір мәселе болған сияқты. Просто сол ашылмай, шешілмей қалды да сол түйін. Оны ешкім айтпай отыр. Иә, сосын ойнап жүргеннен кейін барып, сол бір-бірінің ойындарын көтере алмай қалған жайлар бар сияқты да, сол сияқты. Ал негізі бірақ мен бірақ өзім көргенім бойынша Ернұр кішілігін көрсетті. Екеуінің арасында ерекшелік көрсетті. Ереке қойыңыз деген сөздер болған. Қанша провокацияға шақырса да, қаншама сөздер болса да, ереке қойыңыз, сіздің жасыңыз сыйлаймын деген сөздер болған. Оны енді көргенде айту керек. Ділбар ханым. Мен мына жерде шынымен таңғалып тұрмын, үлкен кісілер үйленейін деп тұрған кісі ғой, почти 32 деген жас кісі ғой, жас жігіт емес. Енді бір көйлегіме май жағылып қалды деп сонша төбелеске келгенше мен үшін түсініксіз нәрседі. Енді не үшін екенін өздері айтпай отыр ғой. Мен де бала бақтым ғой, баламыз далада бір-бірін төбелесіп көзі көгеріп келіп жатады. Ондай артынан бүйтіп іздеп ұрыс бір-бірін не қылмаймыз, кейін артынша татуласып бір-бірін ойнап кетеді ғой. Ершекспей бекіспейді. Кішкентай баланың өзі. Мына жерде 3 күн болды деймін, мен өзім байқамаппын негізі. Қанша біраз күн болды деді, бір-бірімен ересік болып келе жатқанда. Бұл жерде ержігіт бір емес, екінші рет уже өткенде Нұрдәулетке 3 күн бойы, 4 күн бойы қайта-қайта қарны ішіп едің. Мына жол тағы сондай болып жатыр ма деп енді. Неге? Енді қыздар айтып жатыр, үлкен кісінің, үлкен жігіт болған екен, соның ыңғай, оның мінезін білеміз, оның жағдайын, оның соның ырқымен жүру керек деген ол мен үшін дұрыс емес, ұғым. Мысалы мен де үлкенмін ғой, кейбір қыздар маған айтып салады, мен де үндемей қоя саламын да. Сол жақты ержігітке айтқым, інім ғой, мейлі осы кішімен кіші болмай ақ қояйын деп. Бізде жарнамадан кейін видео дайын, көрейік. Сыртта орын алған жағдай, бүгінгі эфирге дейін жігіттердің дауы теке тіресі. Қосайық жобасы жарнамадан оралдық. Ортада Ержігіт Ханзада және Ернұр жігіттердің эфирге дейінгі болған дауын талқылау үстіндеміз. Видеомыз дайын, сәл ғана қысқарту керек екен, өйткені ол жерде сәл эфир мәдениетіне жат дүниелерде бар екен, сондықтан өкінішке орай ол жағын барлығын ашып сіздерге көрсете алмаймыз, көрсетуге рұқсат етілген жерін ғана қиюдамыз.
Ал қатысушылардың пікірі бар болса, сіздерде сағыныш сізде? Сізде жоқ па, Айза? Негізінде мен ойлаған едім, сол күні менде оның барлығын куәгері болдым ғой. Осы екі жігіт какой-то бір мелочь дүние үшін ұрыспай ақ қойсыншы, бір-біріне қол көтермесінші деген бір ниетім болды. Сосын мен айтқан болатынмын, ер жігіт, давай, сен ашуланбайсың, қоя сал, ол жақтан лучше мен саған өзім соны жуып берейін деген бір ниетім болды да. Сол кезде мен ойлаған едім, шынымен де вопрос решен деген сияқты бір ой болды. Өйткені мен оны үйге алып кеттім, жуып тастап әкеліп берген болатынмын. Және де қазіргі таңда не үшін оны қайтадан көтеріп отырсыңдар деген сұрақ түсінбей отырмын шынымен де. Өте, егер де мәселенің барлығы сол бір ғана дүниеде болса, бір ғана киімде болса, тональный кремде болса, онда мен ақшасын өзім ақ бере салайын саған деген сияқты ой ғой. Жоқ, Айза, қара, енді жарайды, былай қылайықшы. Сәл ашығына көшейікші. Жаңа ізбасарда енді аға буын ғой, кішкене жас бала емес, бәрін байқап жүретін адамдар ғой. Біраз сондай нәрсені байқаған сияқты ғой. Ол тональный, анау киім, ол мәселе емес. Жалпы Ернұрда не байқадым? Соңғы кездері звездовать ету деген нәрсені байқадым да. Жұлдыз ауруына шалдығу деген сияқты нәрсе болмайды емес, болып тұрады, ол кез келгенде болып тұрады, өзімде де болып тұрған деген сияқты. Адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін солай кішкене бір даңдайсып қалатын сәттер болмайды емес болады. Сондай даңдайсуларды байқағаннан кейін, ол баста сондай нәрселерден уже бір жақпай жүрді да, түсініп тұрсың ба? Былай сөйлеген сөзі, болмаса бір отношениесі деген сияқты бір кекірейіп, сондай нәрселерді байқағаннан кейін, сол нәрселерді бір жиналып кеп бір сет жарылып кеткен сияқты. Ержігіт, бір түсінбей отырған сұрақ бар. Неге Ернұр саған жағу керек? Жоқ, енді, жоқ, тыңдасай. Мысалы сен... Жоқ, ол саған жағу керек па, саған аяғына жығу керек па? Ер адам сөйлеген кезде, әйел адам сен сияқты бет тастап сөзді бөлмейді. Қыз баласын сыйлай аласың ба сен? Сыйлай алмайсың. Сабыр. Тоқтасай, сен басқа нәрсеге көшіп отырсың сен. Просто мынандай мәселе. Мен саған ашығына көшейікші деп жаймен айтып түсіндіріп отырмын да. Енді жақпау керек. Дұрыс, ол маған жақпай қойсын, міндет емес оның маған жаққаны. Бірақ сен біреумен, мысалы Айжанмен подружкаға хабарласасың да, и Айжаннан бір звездовать еткен сияқты бір даңдайсыған нәрселерді байқасаң, сен де ей, неғып өйтіп жүрсің деген сияқты әңгіме айтпайды емес, айтасың адам болғаннан кейін араласып жүргеннен кейін. Сөйлеседі. Неге? Себебі не үшін? Ренішің бар ма дейін дүние болады. Диалог жеке қалғанда. Бірақ барлығының көзінше, андай өзінше болып, атылып, сен жұлдыз емессің дегенде понятие емес. Жоқ, қойшы, кім Айза, қойшы сен басқа жағынан. Неге сонша ер азаматты унижать етіп осы жерде, либо саған талқан жаңағы тиіп кетті ма, мелочына ақшасын бере салайын деп, сонша не үшін төмендетіп жатсыздар? И біресе болса жас үлкен болса адамда ашу болмай ма, реніш болмай ма, не үшін оның жасына қайта тірей бересіздер? Негізі мына жерде қарап отырмыз, білеміз ғой, барлығымыз ер жігіттің негізі біреу болған кеп тиіспесе, оның біреуге барып тиіспейтіні айдан анық. Негізі Ернұр мына жерде қарап отырсақ, сен өзіңнің жасыңды кішірейтіп, ер жігіттен кешірім сұрай салып, өзіңді былай оңай сытылып шыға салуға да болатын еді, бұл ситуациядан шілей қатты андай жоғарылатпай, кім Ернұр, мен саған айтатыным, негізі ер жігіт былай қарасаң ханзада деп кішкене сыйластық таныта салуында болар еді. Алмат? Қайырлы күн. Негізі мына сағыныштың айтып отқанын мен келіспеймін, өйткені деген барлық қатысушылар айтып жатыр ғой, кіші болып бірінші кешірім сұрай салып. Негізінде өздеріңіздің бастарыңызда осындай жағдай болса, оның жас ерекшелігіне қарамайсыздар, ешқайсыңыз айтып отырып алып, ақыл айту оңай әрине. Сондықтан мен айтқым келеді да, негізі бұл жерде ойынан от шығады деген дұрыс. Ойынан от шығып кетті, ары қарай оны ушықтыратын тіл ғой негізінде. Барынша енді намысқа тиетін артық сөздер кетіп қалған шығар, біреуін түсіне алмай отыр ғой. Негізінде оны ұзаққа созым қажет жоқ, өйткені ер азамат болғасын сырт жақта барлығын өздеріңіз ешкім көрмейтін жерде шешкендер. Бізде видео дайын деседі, көрейік, ол жерде айтқанымдай сәл оригинал версиясынан деп айтамыз ба, қысқартылған дүние. Міне, дыбыссыз жазылған видео, бұл студиямызға кіреберіс есік. Нұртас жүр, Нұрдәулет пайда болды. Жігіттер ортаға түсіп ажыратып жатыр. Фархат мырза жүр. Біздің қызметкерлер жүр. Қысқасы, анау айтқандай төбелес орын алмады. Осындай ғана дүниемен аяқталды барлығы. Өйткені дер кезінде барлық адамдар келіп, екі жігітті екі жаққа алып кетті. Ана жерде көріп тұрсаңыздар, енді Диана ханым бағанадан айтып тұрмын ғой, қолың батпай деген андай жақын араласқан адамға бар ғой. Өзімді барынша ұстадым мен. Видеодан да көрініп тұрған шығар, артық кеткім келген жоқ о жерде. Артық кеткім келмесе, эфирден кейін онда шешіп аламыз.
таяқпен боса деген сияқты әңгіме болмайтын еді. Андай да бір жағынан бар ғой. сыйлайтын адам болатын болсаң, ондай әңгімеге апармайтын едің бұл жерде. Түсініп тұрсың ба? Бір жағынан андай да енді Диана ханым жоқсың бұл жерде. Бұған дейін де менің қалжыңдарымды барлығын көтеріп жүрді. Енді именно енді алдында бір жағынан аяққа біраз зақым келді ғой. Енді қазір соны пайдаланғысы келеді да, айтам да, аяғым жазылсыншы, содан кейін шешеміз деймін ғой. Күтші бір айдай. Аяққа покой керек десем, екінші аяғыңды керек болса сындыра саламыз, не өптін. Не әңгіме ол? Қазір сен мыть етіп әңгіме айтып отырсың да, сен қазір уже андай жылауық балалар болады ғой, бір жылаған баланың әңгімесін айтып отырсың да, сен еркек болсаң, өзіңді осы жерде көкеге санаған адамдардың қатарынан болатын болсаң, сен бұндай нәрсені уже қазір уже вне эфира уже сөйлесіп шешіп алатын едің. Ал енді түсініп тұрсың ба? Төбелес негізімен вообще өз бетімен студияға кіріп бара жатқан кезде арт жақтан келіп ұрады мені. Ол жігіттікке сай дүние ма негізі? Енді қара, Ернұр, мен саған айтайын, ақыры сен қазір өзіңе бонус жинаған келіп отыр ғой. Ол кететін қол қай кезде кетті? Мен саған сыртқа шығарып жүр сөйлесейік дедім, сөйлес. Мен сені тыңдамаймын. Мен сенің сөзіңді тыңдамаймын. Мен сенің сөзіңді тыңдамаймын деген үш сөзді естігеннен кейін сен өзің алатынды алдың. Болды, оған неменесіне жылап отырсың қазір? Расымен де видеоның басында осындай көрініс болған еді, екеуі келе жатады студияның жаңына қарай, және арнайы өтетін жерде, шлагбаум деп атаймыз ғой, сол жерде жігіттер сәл бір ұстасып қалған еді. Ернұр сәл алдыда болдыңыз, ержігіт сәл артта. Енді жарнамада көргенімді айтып жатырмын видео арқылы. Демек сол бір қалай дейміз, арттан ұрғанға түрткі болған сіздің сөздеріңіз бе, ержігіт сонда? Провокацияға шақырды. Тоқташы, тыңдашы сөз десем, сен сөзің тыңдамаймын, керек емес. Жоқ, енді анда болғау сөзін не үшін тыңдап тұрым керек? Мен оның деңгейіне түскім келген жоқ, кетіп қалдым, мен ол жерден қойшы дедім да, болды, қолым бір сілтеп кетіп бара жатыр едім, арттан келіп ұрады. Диана ханым, мен айта кетейінші. Нұрдәулет, сіз ол жерде бастан аяқ болдыңыз ба? Негізі қатты төбелес болған жоқ, әшейін бір-бірінің стойкаларын ұстап біз ажыратып қалдық қой. Ал мына жерде негізі шынымен де Диана ханым барлығы әшейін бір ойыннан шығып жатыр ғой, өрттің бәрі. Алдында да ондай бір-біріне деген түсініспеушілік ондай ештеңе болған емес бұлардың арасында. Әшейін киімге жағылып кеткен кішкентай баланың әңгімесі болып кетті. Сол беттегі сол тоналка ма не? Сол мысалы Ернұрға жағылып қалғанда, Ернұр сен не істейтін едің мысалы? Мысалы саған жағылып қалды, сен аушыланып кеттің. Ернұр саған жағылып қалды. Салатын едім, мен жағылмай жүрмін, қаншаңды ажыратып жүрміз ғой, мына жерде дұрыс па? Қара енді Ернұр мынандай болып тұр ғой. Ержігіт, сен енді білмеймін, мен өзім ойымша, сен алдында маған да қадалдың, Алматқа да қадалдың, Ернұрға да қадалдың. Сен осы жерде жігіттердің барлығын басынып алғың келе ма? Білмеймін енді ойында не бар екенші. Сосын Ернұр саған айта кетейін дегенім, сен басында келгенде көкелерің келді деп бүйтіп не қылдың ғой енді, мысты болыпшы. Бірақ Ханзададан бастап сенің анау жылау нәрсең бір басталды да, қазірде жыланып отырсың. Жоқ, ол жағын нетпеңдер, ол негізі қалай айтсам болады, сөйлесуге болатын еді бұл жігітпен. Спокойно адами тұрғыда бар ғой, түсініп, бірақ істеген жақсылықтарын бетке басатын адам ұнамайды да маған. Сен қазір артық кетіп отырсың. Наоборот, сен уже сондай сөздерді сен өзің бастап жіберіп жатыр екенсің да. Естіп жатырмын кәдімгідей, мен қайтадан жаңадан қатысушы болып келген кезде, енді ашығын айта салу керек, ақыры енді қазір жақсылықтың міндеті сынып жатсың деп жатыр ғой. Ернұрдың даты ғой, мен үйіне барып қонақ болған адамда, соны менің үйіме келіп алып, менің нанымды жеп алып деген сияқты бір майда әңгімелер айтып жүр екенсің де сен. Араларыңызда сондай да әңгіме? Сондай әңгімелерінде сен қазір бонус жинамай ақ қой, Ернұр, мына жерде құпия қойын сенше, сен просто өзің жақсылықты, сен өзің бірінші міндетісін бастайсың да мына жерде. Мен саған просто осы 2 күн бойы, 3 күн бойы бірінші басталған сенікі ғой, дұрыс па? Бірінші басталған сенікі. Тыңдамағаннан кейін конкретно сен мен 1 ескерттім, 2 ескерттім, 3 ескерттім, тыңдамағаннан кейін звездовать етіп жүргеннен кейін өзіңе лайықты нәрселерді алатын нәрсені алдың. Болды, оның неменесіне қайта бүйтіп өзіңе бонус жинайтындай әңгіме жасап отырсың мына жерде. Жоқ, олай емес, ол негізі қайта келіп қоймайды да, 10 мың теңгемді қайтар деп. Содан кейін редакторымыз бар ғой біздің Азамат, сонымен сөйлесіп тұрмыз да, не 10 мың теңге дейді, мен барлығын түсіндіріп айтып бердім. Бір жолға шығып бара жатқан кезде мәсаған көмегімді өзі берді да, мен керек емес деп едім, ал деп берді. Сөйтіп соны жаңа келіп айтып тұр да, содан редактормен сөйлесіп тұрып, мен енді өз арамызда болған әңгіме болды, ол басқа біреуге айтылған дүние емес. Ол уже басқа адаммен әңгімелескен нәрсе өсек болып саналады. Ол жерде былайына тұрды, қазір күтсеші, мен сені тыңдадым ғой. Мен айттым да, енді жақсылықты бетке басатын болсақ, мына жерде қатысушылардың бәрі көріп жүр ғой дедім, қандай жақсылықтарым өтіп жатыр бұл жігітке. Шыны керек, енді міндетсініп айтпаймын, енді үйіме де қонақ қылдым дедім да. Бірнеше күн жатты, мен одан ақшасын требовать еткен жоқпын, басқасын істеген жоқпын, апар деген жерін апарып келем,
постоянно бірге жүрдік и келіп осындай майда әңгіме айтатын келмейді ғой дедім да бұл. Жоқ, енді қара, тоқта, Тимур тоқтай тұр, қара. Енді осыны ара жігін ажыратып алайық. Иә, ол маған қарыз екені өтірік емес. Қарызды беретіндерің барлықтарың бар да. Мен жөніммен сұрадым просто. Мен бүгін азында келген кезде ашуланған жоқпын саған. Кім Ернұр өткендегі мәселені не қыласаш? Сол дұрысырақ болады дедім да. Мен басқа, сен бүйте, сен сүйте деген сияқты тонмен де жақындаған жоқпын. Тұрды да, маған приказбен сөйлемеші, анамна бірден. Өзің провокацияға шақырдың, қазір сен сон нәрсені, как будто бір мен кінәлі сияқты, бір андай бір мелочный әрекетті мен жасаған сияқты көрсеткің келіп отқаны айдан анықта. Ернұр, мен саған бетің айтайын, өтірік сөзге көп жолама. Өтірік сөзге соңғы көп жолап кеттің. Мен айтып өтейінші, кешіңіз, адами тұрғыда қарайтын болсаң, тональный, бағанағы 10 мың теңге қонақ қылу деген әңгіменің барлығы мына жерде шынына келсе бос сөз болып қалды. Тоқтай тұршы, Тимур, мен қос сөйлейші осы сөзіңе. Сол просто сөз ғой. Негізі мен кешірім сұрай салатын едім да, спокойно. Бірақ осы ситуация адамның мен туралы ішкі ойын көрсетті да. Ішіндегісін барлығын айтты, мен туралы не ойда жүрген, значит өтірік араласып жүрген мен болды бұл жерде. Енді осы жерде айтайын, менің жағамды ұстап тұрған нәрсем екеуіне де қарап, мына жерде сенің екінші аяғыңды да сындырып састайым деген сөз менің жаныма тиді. Ол адам өзі сұрабаған жоқ. Құдай сақтасын, денсаулықтың қадірін білейік. Ол оны істеп алған жоқ та, соны апарып жанды жерін бастырып оған ондай сөз айту, бұл адам жігіттікте емес, әйел затына да емес, адами тұрғыда өте низкий әңгіме ол. Жоқ, ахи бауырым қоя тұршы, Дианахан. Ахи бауырым қоя тұрсын. Мына жақта мен жігіттерді немен майдаланып отырсыңдар деймін да. Мына жақта слишком апама жездем сай болып отырсыздар. Мына жақта видеода қарасақ бар ғой, екеуі де Mortal Kombat сияқты түсініп жатқан жоқпын. Қайтып не төбелес, либо сыртқа шығып күштілеп төбелесіп алып, сөйтіп достасып аласыңдар ғой деймін. Тимурға айтсам мен, Тимур осы ашу үстінде эмоция қатты қызып кеткен кезде, сондай нәрсені айтып қойған шығармын, аяғына байланысты, оны мен ол артық кеткен жерімді мойындаймын, оны ашу үстінде барлығында сөзден жаңылып қаласыңдар. Ал енді жалпы келетін болсақ, бұдан кейін жалпы негізі жақын араласпайық та қойық, сәлеміміз түзу бола ма болмай ма? Енді бұндай әңгімеден кейін нақты бір жақын араласқандарыңыз қажет емес деп есептеймін. Өйткені сондай бір әңгімелер майда шүйде болмашы затқа бола, оның үстіне қазір әлі де шеше алмай отырсыздар. Бұдан қандай бір достық шығады дегенге мен үлкен күмәнмен қарап отырмын. Эдуарда? Енді мына жерде екі ер азаматта оңып тұрған жоқ та, былай қарасаң кішкентай бір мелочқа әңгіме айтып отырсыздар да мына жерде. Енді бұл ер жігіт сіздің басыңыздағы бірінші рет ситуация емес та, осы уақытқа дейін Нұрдәулетпен де Алматпен де қаншама рет ұсталдыңыз. Менің ойымша бір күн өткен сайын жасыңызға сай емес іс-әрекеттермен бір тентек ханзада болып баратқан сияқтысыз. Енді тентек қыздың кімді таңдауын жасай алмай жүрген тентек қыздың енді тентек ханзада деп айтып отырған шығар. Осындай әңгімелеріңізбен көрдіңіз бе? Сен өзің сондай нәрсеге алып келіп отырсың да қазір. Бірінші өзіңді разбирать етіп ал, содан кейін айтасың. Сонымен неге ер жігіт сен өзіңнен көрмейсің еш нәрсені? Қашан өз қателігіңді мойындай білесің? Саған біреу пікір айтпау керек па? Сен әдемі пікір айта аласың ба? Сол пікірді де қабылдай біл. Сенің пікірін қабылдай алмайды екен, болма. Неге қабылдамайсың сен? Солай қабылдамаса қабылдама, бірақ мен өзімді айтамын. Қабылданбады сенікі. Қабылдайды. Қабылдатам мен. Еркекше айтам саған. Өз қателігіңді түсіне біл. Ересек адамсың ғой, сөзді майын тауып айта аласың да. Ересек адам анамау деп әңгіме етпей қойшы сен маған. Не деп айту керек сонда саған ер жігіт? Ақыл айтатын сен емессің маған. Кім енді саған? Сен емессің бұл. Кім? Өзім туысқандарыма саған ер жігіт былай айтайын, мен айтам. Айта алмайсың сен маған. Мен саған үйтсініп қалатын бала емеспін. Жоқ, қараңыздар, әңгіме мынадан басталмай ма? Бұл жерде әркім бір-біріне пікір айтуға құқылы, толығымен. Және егер біреудің пікірін көтере алмайтын болсаңыздар, онда бұл жер сіздердің орындарыңыз емес. Я болмаса әр қатысушы таңдап отырама. Бүгін мен эфирге көңілсіз келдім, маған Айжан Нучон пікір айтпасыншы, Диана ханым. Ондай заң бізде жоқ. Және ержігіт ханзада, осы ортада сіз әркімге өзіңіздің ащы да, тұщы да, тәтті де пікіріңізді айтқанда кереметсіз. Мүмкін қазір эмоция ашу үстінде шығып жатқан шығар бұл сөздердің барлығы, бірақ олай Шерханға бір, Эдуардаға бір қарсы атылудың қажеті жоқ деп есептеймін. Өйткені сіздің ашуыңыздың түпкі себепкері, инициаторы ол Ернұр. Шерхан да емес, Эдуарда да емес. Демек, мәселені сіз қазір немесе жарнамада эфирден кейін тек қана Ернұрмен шеше аласыз. Ернұр, не істейсіздер? Қалай шешесіздер? Айтып тұрмын ғой, Диана хан, мен өйтіп қолыңда батпайды екен, шыны керек бар ғой.
вообще андай желанием да жоқ бұл баламен уже ары қарай сөйлесіп нетіп болды осы жерден қоя салайық деп мен кеше де айттым. Жоқ, мен сіздерге төбелесіңіздер деп тұрған жоқпын әрине. Бірақ я қол алысасыздар ма қазір? Қолды алыспай қойдым бұл. Жоқ, қол алыспай қояйық Диана ханым. Я реніш жоқ ешқандай да. Осымен осылай нақты былай екі жаққа кете салайық болды. Бірақ эфирден кейін қазір Ол қозғамаймын да, қасына жоламаймын да, сөйлемеймін да. Өзі кеп сөйлемесе, мен өзі кеп сөйлеп жатса да сөйлемеймін. Тыныш кете берем болды. Ернұр, қайтадан бүгін жарнамада, ертең жарнамада, эфирге дейін кейін осы әңгімеге оралмаймыз ба? Мен андай адам емеспін да, бір жібере салам болды, спокойно. Диана ханым, не гордость екеуінде айтамын да, не гордость, адаммен ғой бір жерде отырсыңдар ғой сендер. Сол ойынан дұрысырақ болады Диана. Негізі Диана ханым қосып кетсем бола ма? Қазір бұл екі жігіт андай кәдімгі тепсе темір үзетін жігіттерді. Менде де бұнда ашу болады, менде қазір ортада отырсам, осында не де болады енді. Бірақ қазір бұл екеуін отырып не болмаса екеуін табыса саласыңдар, болмаса шешіп аласыңдар ма дейтін нәрсе тек түкке тұрмайтын нәрсе деп ойлаймын. Өйткені ондай нәрсенің қазір шешім болмайды. Ал бұл нәрсенің шешімі уақыт өте келеді деп ойлаймын. Енді арасына мен кірсем бе деп нетіп отыр менде екеуін. Өйткені екеуі де менде досым, бір жағынан енді қазір былай айтқан не біреусін жақтамай ақ қойын, не біреусін даттамай ақ қойын. Бірақ уақыт өте келе эфирден кейін болсын, ертең болсын, екеуімен мен жақсы отырып сөйлескім келіп тұр болды. Диана ханым, негізінде қазір екі жігіт те сондай бір агрессиямен ашуланып айтып отыр деп ойлаймын. Негізінде мен сіздерге айтқым келеді, бір жерде бір орында бір ренжісіп отыру негізі мүмкін емес те. Диана ханым кәдімгідей аураңды құртады. Мысалы біз алдында Әсел екеуміздің арамызда кішкене бір араз болып қалған кезде кәдімгідей жаман болып жүресің де, үйге барсаң қай жерде жүрсең де бір жаман болып қаласың. Қап әттеген-ай, мен осы адаммен бір дұрыс болмай қалғаным-ай деген сияқты. Сондықтан айтқым келеді, енді ер азаматсыздар ғой бәрібір де. Бәрібір де бір рет сөйлескендеріңіз дұрыс, бітімге келгендеріңіз дұрыс. Ер жігіт Ханзада сіз бәрібір де үлкенсіз, үлкендігіңізді көрсете салыңыз. Үлкендігін көрсеткен кезде мен бірінші қадам жасамаймын. Және айтып отырмын ғой, сөзімде реніш жоқ болды. Қазір мен басылдым. Просто осылай қоя салайық болды. Өз жолмен жүрсін, мен қоя өз салайын жолмен деп қой, сіз қоймайсыз. Ернұр қойса да сіз именно қоймайсыз. Артына тіміскіленіп, причина іздеп, бір түрткі іздеп, сол провокацияға шақыратын өзіңізсіз. Дакаса барасыз. Қазір өтірік айтып отырсыз, ер жігіт Ханзада олай керек емес. Хадиша, мен саған бір нәрсе айтайыншы, осы туған күніне де бірге отырып. Хадиша не ғой? Жоқ, қоя тұрсайшы, сен, например, айтқанда мен сондай адамын деп, мен қоя салам болды, маған керек емес болды. Хадиша, сен просто ренжіме әрине, бірақ именно эфирге келген кезде білмеймін, бір маған өзің тіміскіленіп, маған өзің тиісіп қаласың да, бір кінәлі, мені всегда кінәлі көрсеткім келіп тұрады. Ханзада сіз білесіз бе, мен сол кезде алдында Нұрдәулеттің несімен провокацияға шақырылған кезде мен сыртта сізбен сөйлескем, сіз үлкен болып қоя салсаңызшы деп, мен сол кезде де айтқам сізге. Жоқ, сен кішкене. Сіз сол кезде де Алматпен де тіресіп үлгергенсіз. Жоқ, Алматпен Нұрдәулетпен шешіп алдық. Дұрыс па, Нұрдәулет? Шешіп алдық. Мәмілемен шешіп алдық. Енді мына жақпен мәмілеге шешілуге келмейтін мен түсініп тұрғаннан кейін болды. Ол қол алысып та, бұлай сөйлесіп те, қайтадан қазбалаудың да, сен мына жерде қателессің, мен мына жерде қателестім деудің де қажет жоқ деп ойлаймын. Диана ханым айтса. Я нучон. Негізі бұл нәрсе шешілмесе, бір-екі күннен кейін тағы да төбелесіп болатыны анық ол барлығымызға. Тағы да бір-екі күннен кейін осы ортаға шығарып тағы талқылап отырамыз. Сонда шешімі қандай қазіргі сәтте, Нұрсұлтан? Негізі бір уступкаға келу керек қой адам. Жоқ, заставлять етіп. Енді екеуін де көріп отырсыз ғой, екеуі де артқа шегінбейді. Екеуі тек қана қазір намыстарын қолға алып. Гүлжан, енді мен өзің айтып отырсың, мен сабырым сақтап, мен даже қойш дедім, артық кетпей қойш, қоя салайық деп те бардым, мен алдына дұрыс па? Өзің де естідім деп отырсың оның барлығын. Мен енді ары қарай кішірейе берсем, мен уже намыс менде де бар ғой. Ернұр, мен саған былай деп айтайын, сен кәдімгідей эфир камера қосылған сәтте жаман анда бір көкелігіңді танытқың келіп, бір бонус жинағың келеді екенше, сен YouTube маған ондай қадаммен келген жоқсың. Сен агрессиямен келген шығарсың, бірақ былай ереке дұрыстап сөйлесіп алайықшы деген нәрсе сен жасаған жоқсың. Өтірік сөзді қоспай, нақтысын дұрыстап сөйлесейші сен конкретно. Бізде дәл қазір жарнама, жігіттерге өтініш, қолдарыңыздан келсе жарнама барысында жігіттерді өзара сөйлестіріп, мәмілеге келуге бола ма, бітім бола ма, жоқ па, соны сол жағын ұйымдастырсаңыздар. Эфирді жалғастырамыз. Жарнама барысында не болғанын мен де білмеймін, қыздар да білмейді, сонымен жігіттер сөз өздеріңізде. Сыртқа шығып, Диана ханым, енді ашуымды басым болды, қазір бастым нақты. Жаңа әрқайсыларыңа қатты кетіп қалған эмоциямен шымшып сөйлеп алған сөздерім үшін айып етпеңдер. Енді мына жаққа келетін болсақ, болды, реніш жоқ деді, менде де реніш жоқ. Бірақ енді қол алысып ештеңе істеген жоқпыз. Әркім өз жолымен жүретін болды. Демек, осындай
келісім, және мен ойлаймын бәрібір енді бірнеше күндерден кейін, бірнеше эфирлерден кейін бәрібір бір жігіттер болғаннан кейін, жақын достар болғаннан кейін татуласып кететін де шығар. Ернұр. Енді ол жағын уақыт көрсетеді ғой, бірақ Иә? дәл қазір енді осы жерден қоя салайық болды. Рахмет жігіттер, жайғасыңыздар. Қайта осылай шешілген